Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін 87-ші сабақты өтеміз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бір бағытта қуып жету қозғалысына берілген есеп. Оқушылар, екінші есепке қараймыз. Мәтін есеп. Қазір мен сіздерге оқулықтан берілген оқимын. Сел болған жағдайдағы жаттығу жұмысын өткізу үшін балалар стадионға жиналуы керек. Арман мен Серік бір уақытта үйлерінен шығып, стадионға қарай бет алды. Олардың үйлерінің арасы 200 метр. Арман алысырақ тұрады. Оның жылдамдығы минутына 75 метр, ал Серіктікі минутына 75 метр. Арман қанша уақыттан кейін Серікті қуып жетеді? Кешегі өткен балалар қуып жету тақырыбы бойынша бізге қашықтық белгілі, жылдамдық белгілі, уақыт табу керек. Уақытты табу үшін қашықтықты екі адамның жылдамдықтарының айырмасына бөлеміз. Сонда бұл есептің жауабы Арман 2 минуттан кейін Серікті қуып жетеді. Келесі үшінші тапсырма теңдеу құрып шығарамыз. Бұл жерде Серіктің жылдамдығын белгісіз, біз оны x деп алдық. 75 ол Арманның жылдамдығы. Осылай теңдеу құрып шығарамыз. 75 азайту x көбейту 2. 2 деп отқанымыз уақыт 2 сағат. 200 барлық арақашықтық. Бүйтіп біз күрделі теңдеу жасап аламыз. Оны әрі қарай шығарамыз. Ол үшін біз жай теңдеуге айналдырып аламыз. Көбейту екінші жаққа өткенде тең болаттан кейін бөлуге айналады. 200 бөлу 2 деп өзгеріп кетеді сонда. Сонда жауабы 75. Орнына қойып тексереміз. Келесі 5-ші тапсырмада бізге сызба берген, соған қарап есеп шығару керек, есеп құрастыру, содан кейін барып теңдеу шығару керек. Бірақ мен бірден уақытты ұтымды пайдалану үшін осылай теңдеу қылып шығарып өттім. Осылай күрделі теңдеу жасаймыз. 30 деп отқан бірінші адамның жылдамдығы, 15 екінші адамдікі, уақыт белгісіз, арақашықтық белгілі. Уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлдік. 7-ші тапсырма, бұл да есеп, бұны да теңдеу қылып шығардық. Келесі енді 8-ге қараймыз. 8-де бізге балалар өзендердің атаулары берген, жалпы ұзындығы және Қазақстан аумағындағы ұзындығы. Астындағы диаграммаға қараймыз. Көк түспен берілген, қызыл түспен белгіленген жазылған атаулары. Біз енді белгісіздер табуымыз керек. Мысалы, Шудың жалпы ұзындығы оқулықта 1186 километр деп тұр. Ал Қазақстан аумағындағы ұзындығы 750 километр. Бұны мен астына графикке қарап отырып орындадым балалар. Міне мысалғы жайықты алып қарайық. Жайықтың Қазақстан аумағындағы ұзындығы белгілі. Оның жалпы ауданы, жалпы ұзындығы 2600 километр. Сол сияқты міне Тобылдікі және Есілдікі. Есептер түсінікті болды деген ойдамын балалар. Сау болыңыздар.